Өзің жұмыс істеп, кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгеру үшін бастау бағдарламасы тиімді болып табылады. Кәсіп ашуға немесе бизнесті кеңейтуге жылына 6% үстемемен несие алуға болады екен. Жеңілдетілген несие алып, кәсібін бастағандардың бірі Нұрбек Смағұлов. Ол Пеньков ауылында құрылыс саласында материалдар дайындаумен айналысады. Отын және құрылыс материалдарын әзірлеп сатады екен. Нұрбек Смағұлов төтенше жағдайлар кезінде бизнес жобаның оқуын қашықтықтан оқыпты. 2019 жылы Атамекен кәсіпкерлер палатасынан агитация жасауға ауылдық әкімшілікке адамдар келді, түсіндірді, кредит алуға болатын, қандай условия керек екен. Төтенше жариялаған кезде қашықтықтан онлайн обучение өттім. Содан кейін онлайн кредит алуға көмектесті өздері. 4,5 миллион теңге несие алдым 5 жылға. Оған ЗИЛ автокөлігін алдым, МТЗ-82 трактор сатып алдым, және ағаш кесетін пилорама алдым. Құрылыс материалдарын дайындаймыз, тақтай, брус. Сосын мемлекеттік бағдарлама бойынша 2 жұмыскер алдым. Данияр Нұрмұқанов мұғалім мамандығын тәмамдаған. Алайда құрылыс материалдарын әзірлеу жұмысы жаныма жақын дейді. Бастау бағдарламасы тиімділігінің арқасында нәпақасын тауып отыр. Ағаштан көптеген материал шығаруға болатынын айтады. 2 айдан аса жұмыс істеп жатырмын дейді. Негізі жұмыс өзіме ұнайды. Осындай бағдарламалар болсын деймін, көбірек ашылсын, жас кәсіпкерлер көбейсін деп. Ағаш кесеміз, негізі көп материал шығады, тақтайда шығады, үйге арналғанда материалдар шығады, отынға да шығады. Биыл пандемияға байланысты бастау бағдарламасының оқуы қашықтықтан онлайн жүйесінде өткен. Аталмыш платформалық жүйеде 50-ден аса видео сабақ көрсетілген. Тыңдаушы материалды көріп те ести де алады. Бұдан бөлек тыңдаушы бизнес-тренердің кеңесін алуға мүмкіндік бар. Яғни әрбір тыңдаушыға жеке-жеке бизнес-тренер бөлінген. Бизнес жобаның барлығы 5 оқу ағыны болады дейді мамандар. На сегодняшний момент у нас уже... Қазіргі таңда бірінші оқу ағынынан 300-ден аса адам оқудан өтті. 9 шілдеден бастап екінші жоба бастау алды. Ол жобаға 280 адам кірісті. Әлі олар оқып жатыр. Қазір осы және өткен жылмен салыстырғанда адамдардың қаржыландыруға 200 МРП көлемінде грантқа ие болды. Бұл грантқа 500-ге жуық адам қол жеткізді. Сонымен қатар жоба аясында адамдар 6%-ға дейінгі жеңілдетілген кредитке үміткер бола алады. 80-ге жуық адам қаржыландыруды денген. Олардың көбі ауыл шаруашылығы саласында 270 миллион теңгені қамтиды. Бизнес жобаға қатысудың басты шарты адам жұмыссыз болуы қажет, немесе өзін-өзі жұмыспен қамтыған болуы керек. Және жұмыспен қамту орталығына барып, жолдау алуы міндеттеледі дейді мамандар. Бастау бағдарламасының түлектері көбінесе ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы салаларын таңдайды екен. Әсемгүл Әлмешева, Қуаныш Әлтенов, Первый Северный.